Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылы Ресейдің Владивосток қаласында өткен Шығыс экономика форумының пленарлық отырысында Қазақстанға атом электр станциясы қажет деп атап өтті. Бұл сөзді президент осымен екінші мәрте қайталап айтты. Атом десе біздің халық ат тоннала қашады. Бірақ біздің көп айтса көнді, жұрт айтса болды демей, хайыппен емес байыппен бағамдап алдымен бізге АЭС не үшін қажет болғанын ғылыми түрде зерттеп көргеніміз дұрыс. Сонда ғана президенттің Қазақстанға атом электр станциясы қажет деген мәлімдемесін мәнін толық түсінер едік. Атом десе болды, біздің халықтың есіне алдымен екінші дүниежүзілік соғыста атом қаруынан қырылған Жапон, одан қала берсе келмеске кеткен кеңес үкіметі кезіндегі талай жанның жанын жалмаған Чернобыльдағы жарылыс, Семей полигоны еске түседі. Біз көбіне оның қауіпті жағын ғана білеміз, ал екінші жағы энергия көзі тұрғысынан қарағанда оның әлде қайда қауіпсіз екенін, үш ұйықтасаңыз да түсіңізге кірмейтін өнім энергия қайнары екенін біле бермейміз. Түркістан өңірінің өзі көптеген жыл электр энергиясын көршілес Қырғызстаннан, Өзбекстаннан аламыз да. Сондықтан бұл жағынан да біз тәуелсіз болуымыз керек. Ол үшін жаңа электр қуатын өндіретін станцияларды салуымыз қажет, керек те. Ол үшін ол жағын бәрі түсінікті нәрсе. Сондықтан жалпы болашақта мен өз басым қауіпсіз, елге пайдасы бар атом электр станциясы салынуына, өйткені бірден бір қазір электр қуатын таза өндіретін станциялардың бірі атом электр станциясы болып тұр ғой, ол барлық адамға түсінікті де. Сондықтан ол жағын болашақта тағы да жаңа айтқандай жетілуінше кесіп салуға мен қарсы емеспін. Мемлекет басшысы 2023 жылы 1 қыркүйекте әділетті Қазақстанның экономикалық бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында халықпен алдын ала қоғамдық талқылау өткізу арқылы Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы жалпы халықтық референдум өткізу туралы бастама көтерді. Осы бағытта өткізілген қоғамдық талқылауда АЭС салудың артықшылықтары мен шет елден алынған түрлі тәжірибелермен таныстырылды. Қалай әсер етеді деген сұраққа жауап беретін болсақ, атом электр станциясы тек қана атом саласына ғана емес, ол жаңағындай іргелес салаларға да, басқа да салалас салаларға да жаңағындай өзінің мультипликативті оң әсерін тигізеді. Яғни ол жаңағы әлеуметтік, экономикалық, техникалық, экологиялық тұрғыдан қарағанда өте жаңағындай тәжірибелі жоба. Өйткені жаңағы бұл үлкен объектіні салатын кезде әлеуметтік жобалар жүзеге асады. Яғни жолдардың салуы, инфрақұрылымдық жағдайы, аурухана, жаңағыдай балабақша, мектеп сынды жаңағы инфрақұрылымдық объекттерді іске асырады. Одан бөлек жаңағы құрылыс кезінде 8 мыңнан 10 мың адамға дейін жұмысқа тартылуы жоспарда бар. Пайдалану кезінде ол жерде 2 мың адамға дейін жұмысқа тартылу. Техникалық жағынан өздеріңіз білесіздер, осы аймақ, оңтүстік аймақты уран қорына өте бай аймақ, еліміздің оңтүстігі. Одан кейін еліміздің шығысында жаңа менің әріптесім айтып кетті, үлкен завод бар, ол жаңа осы жақтан шыққан уран қорын сол жақта жаңағыдай таблетка күйінде жасап, одан жаңағы жылу бөлгіш құралдарын жасайды. Енді жылу бөлгіш құралдарын өзімізде пайдаланбасақ, ол үлкен бізге сын болар. Сол себепті де техникалық жағынан ол өте жаңағыдай дамуға да пайдасын тигізеді. Өздеріңіз мүмкін білетін шығарсыздар, естіген шығарсыздар, жылу электростанцияларының жаңағы жай-күйі бойынша жобалық мерзімі, жұмыс істеу мерзімі ол 40-50 жыл. Бұл жерде 60 жылдан астам уақыт. 60 жыл жобалық уақыты, одан кейін 20-30 жылға дейін ол егерде жаңағыдай сертификаттан не болмаса аккредитталудан өтсе, ол одан кейін тағы да 30-40 жылға дейін ұзартылса болады. Яғни 100 жыл бойы бұл жерде сенімді энергиямен қамтамасыз ету. Экологиялық жағынан атом электростанциялары ешқандай көмірқышқыл газын, не болмаса сыртқы ортаға ауыр металдардың шығу жұмысын жасамайды. Өйткені бұл жерде парниктік газдар азаяды, яғни жазылып тұр 10 миллион тоннаға дейін. Егерде біз жылу электростанцияларымен салыстырсақ, оның орнына атом электростанциясын салған жағдайда 10 миллион тоннаға дейін жаңағы парниктік газдарды төмендету. Жаңағы экономикалық жағынан елімізге инвестициялық тартымдылықты арттыру. Ол дегеніміз не? Әрбір жаңағыдай жобаға, мәселен, ол тау заводы болсын, не болмаса бір мал заводы болсын, не болмаса бір қорап шығаратын завод болсын, ол жердің барлығына энергия керек.
энергияны біз қайдан аламыз, өзімізге жетпей жатқанда. Сол себепті базалық энергия керек. Біздің елімізге келіп жатқан, мысалы, келетін инвесторлардың ол қазір біз енді сырьевой экономика ғой, бізде қазір қазып және шетелге сатамыз. Одан бөлек жаңағыдай бірдеңе құрастырып, шайнек шығаратын завод болсын шығаратын болсақ, ондай жаңағыдай инвесторларды өкінішке орай қазіргі кезде тартып ала алмай отырмыз. Сол себепті де энергияның жоқтық себебінен. Сол себепті де базалық бізге генерация ол міндетті түрде керек. Және де ол 100 жыл бойы жұмыс істеген кезде ол 3 миллиардқа дейін жаңағыдай жергілікті жерге салықтың түсуі, жаңағы оқшаулау дәрежесінің жоғарылауы осы пайданың атом электр станциясының пайдасына оң ықпалын тигізеді. Қазақстан үшін таза атом энергиясының мәні зор. Бұл ел экономикасының болашағына тікелей әсер ететін айрықша маңызды мәселе. Біз табиғи уран өндіру көлемі жағынан әлемде бірінші орын аламыз. Ядролық отын компоненттерін де өзіміз өндіреміз. Сол себепті мен еліміздің аумағында АЭС салу жайында айрықша мән берем. Түптеп келгенде энергетика қауіпсіздігі мәселесін геосаяси мүдде емес, нақты қажеттілік пен мүмкіндіктер тұрғысынан қарастырып, ғылыми зерттеулер негізінде шешкен жөн. Ел ішінде АЭС құрылысына үзілді кесілді қарсылық білдіріп жатқандар да бар. Бұл түсінікті жайт. Көпшілігі Семей полигонының қасіретін әлі ұмыта қойған жоқ. Мұқият назар аударуды қажет ететін басқа да күрделі жайттар бар. Мысалы, жобаның құны мен экологияға әсерін қаперден шығаруға болмайды, дейді Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент Қазақстанда АЭС салу жайында халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы мен әділетті Қазақстан қағидаттары негізінде халық пікірімен санасып шешілетін мәселе екендігін айтты. Қоғамдық талқылау барысында азаматтар өздерін қызықтырған технологиялардың қауіпсіздігі бойынша да сұрақтарды қоя алды. Оған қарсылық келетін адамның саны шамалақ болар. Ол мына технологиялық процестерді онша түсінбейтін адам болатын болса, сондай қарсы келе береді ол. Ал енді бұл өзіміз уранның үстінде, сырьевой базаның үстінде отырып, атом электростанциясын салмауымыз бізге минус. Сондықтан бұны салуды мен өзім тағы да өшір отырғанда азаматтар қолдайды деп ойлаймын. Безопасность жағынан қорқуға ешқандай негіз жоқ. Егер кадр дайын болатын болса, кадр мықты болатын болса, ол безопасностьқа қауіпсіз жағдайға еш уақытта жібермейді. Бұл шарада экология, денсаулық, табиғи климаттық факторлардың атом электр станцияларына әсері, экономикалық факторлар, инфрақұрылымды дамыту, АЭС-тің шағын және орта бизнесті дамытуға әсері, сондай-ақ басқа да өзекті мәселелер талқыланды. Біздің урандар жер бетіне шығып жатыр ғой қазір. Бірақ залалын ядрофизика ғылымы болмаса министерство, болмаса сол тендер ұтып алған адам көрмейді біріншіден. Оны жергілікті тұрғын көреді, жергілікті адам зардабын шегеді. Жай ғана мысал, алдын алмай біздің дамбылар қашқан сулар әшейін облыстарымызды алып кетіп жатыр ғой. Жай ғана мысал да. Мына арада әдемі көрсеткіштер бар ғой, мысалға 49 жылы, 57 жылы, 70 жылы ары қарап, бер қарап кетпей ақ қойып, кемі 50 жылдан асып кетті да осы біздің ғылымның жұмыс жасап атқанына, ғылымдардың болып атқанына. Неге осы жай ғана 30 жылдың ішінде егемендік жылда осындай ұсыныстармен бір ғана ядро физика емес, жаңағыдай бір станцияны тәжірибе ретінде біздің мынау шетелге кетіп атқан, мынау Франция, Италия жұмыс жасап атыр ғой біздің мынау созақтың өзінде. Сол жерде алдын алу болмаса сол жерде тәжірибе, ақыры адамдары қазіргі туған екінші ұрпақ 30 жылдан бері мутантқа айналып жатыр. Сіздер көбісін білесіздер ма, білсеңіздер де білмейсіздер ма? Осы мен мынау референдум болды ғой бізде мынау президент сайлауынан кейін. Конституцияға сол кезде көрдім да, сол именно осы әке-шешелерімен сол балдардың түрін көрдім, балдардың әке-шешелерімен сөйлестік. Менің баяғыда Куршатовта Ғизат деген докторымыз болған, 2 жыл бұрын ол өзінің сол рактан өлетінін де білді. Өйткені біз анау Куршатовта жаңағы саңырауқұлақ болып жатқан атомды көргенбіз дейтін да. Менің денемде радиоактивті не көп деп. Сол бірақ ол өзі өлімді қабылдаған адам еді.
менде бәрібір пайда болады рак деген сол біздің көзіміз жеткізген. Мынау Созақ ауданында неше түрлі аурудың түрі көп. Курчатовта білесіздер, мынарада Курчатовта көрсетіліп тұр ғой. Курчатовтың айналасында аудандарда қазір 3-ші поколение ДЦП, жаңағы мутант дейді ғой, жетілмей қалған балдар көбейіп жатыр. Бұның себебімен күресіп жатырық қой біз қазір, судың жарылысының жай ғана да ағын судың. Осымен біздің мынарада идеологтар отыр ғой, біздің идеологиямен айналысатын, ішкі саясат, сыртқы саясатпен айналысатын. Сіздер солармен тығыз байланыстасыздар ма біріншіден? Мысалға мен де осы жердің тұрғынымын, нарада жарылса бізге 100 километр Құдай сақтасында, бірақ әсері бізге де бар ядроның. Бізде мысалға мынау магнитный дем болса, біздің басымыз ауырады, давлениеміз көтеріледі әлі күннің өзінде. Сондай қауіпсіздіктерін сіздер ойластырасыз ба? Сіз айттыңыз ғой, енді тендерді ұтып алады, ары қарап білмеймін, коррупция бола ма, болмай ма. Бізде коррупция болады. Бірақ ол болмайды деген өтірік емес, ол болады бізде коррупция. Бірақ сол коррупция болғанның өзінде біз қауіпсіздігін елдің біріншіден қамтамасыз ете аламыз ба? Коррупция болғанның өзінде соны контроль жасай аламыз ба? Қоғамдық талқылау барысында азаматтар өздерін қызықтырған технологиялардың қауіпсіздігі бойынша да АЭС құрылысының әлеуметтік экономикалық аспектілері бойынша да сұрақтар қоя алды. Жиында басымдық берген бағыттардың бірі адамдардың саулығы. Осы тұрғыда салаға жауапты мамандардан тиісті жауап ала алды. Казатомпром өндіріп жатыр уранды. Расында жердің астында күкірт қышқылмен өңдеп жатыр. Оны халық сол жерде жаңа сіз аурулар шығып жатыр дейсіз, мен оны расында білмейді екем, бірақ дегенмен оны біз мына жаңа орталығымыз бар. Сондықтан Казатомпромға біз ұсыныс жасамыз, тәуелсіз экологиялық зерттеу біз жасап берейік деп. Өкінішке орай әлі бізге жауап келген жоқ. Осымен 3 жыл болды әзірге. Енді Казатомпром енді шын керек энергетика министрлігіне тікелей бағынбайды, біз тікелей бағынамыз. Мені расында жаңағыда бұл жерде олқылықтар барына бар, оны мойындау қажет. Екіншіден жаңағыдай мысалы ол жерде жарылыс болса дейді, Құмкент болсын, жаңағы Шоқардың аржағында ол жерде жарылыс болмайды. Өйткені ол жердің бетіне алдымен уранды сүзіп алу керек, тауып алу керек, одан кейін оны байыту керек. Атом бомбасы жарылу үшін жаңағы әріптесім айтты, кем дегенде 90-95%-ға шейін байыту керек. Ондай технология Қазақстанда жоқ. Әлемде уранды байыту ол қарапайым тірлік емес. Одан кейін жаңағы коррупцияға келейік. Мен шындығын олай деп айтқаным жоқ, бірақ мен сөзінен таймаймын. 4 компания жеңіп алатын болса, халықаралық деңгейде трансұлттық компаниялар ғой, олар үлкен. Ешқайсысы Қазақстанның мысалға 2 реактор үшін өзінің аборларын төкпейді. Менің білуімше, олар бас аяғы атом электростанция салу үшін 10 000 адам қажет, қара күш қажет. Оның ары келсе 1 500 ғана өздерінің адамын алып кетті, қалған 8 500 менің ойымша Қазақстандықтар салу керек. Сондықтан оларды қадағалап отыратын, тексеріп отыратын басқалар болады. Біріншіден. Екіншіден, ол коррупция болады қай кезде, егер енді мен маман емеспін коррупционерді ұстаудың, бірақ дегенмен алайда бюджеттен бөлінген ақша шын керек ол жерге көп шығын сол жерге кетіп отыр деп ойлаймын. Мына атом электростанциясы Қазақстан Республикасының бюджетінен бөлінеді деген әлі заң шыққан жоқ. Өйткені ол тым көп сумма, ондай бюджетте ақша табылады, табылмайды екіталай. Сондықтан мысалы Түркияда салып жатыр Росатом 4 блок. Мысалы келесі осы жылдың аяғында біріншісі беріледі. Міне олар Росатомның жекелей өзінің тікелей ақшасына салып жатыр. Росатом өзінен ұрлап жатқан шығар, бірақ Түркияның бір тиын ұрлаған жоқ. Бірақ есесіне келесі 20 жылда пәленбай суммамен пәленбай энергетиканы міндетті түрде сатып алу дегенге қол қойып отыр. Сондықтан мынау атом электростанциясын қаржыландыру жаңа өте жақсы айтып өтті. Расында ол да ашық болу керек. Біздің елімізге шын керек сол ашықтық кішкене жетіңкіремей жатыр. Кішкене емес, тым қатты жетпей жатыр. Сондықтан бұл жағынан шын керек мен сіздерді қолдаймын. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мен де мысалы оған өзім жаным сүйеді. Мына коррупция деген дүниені енді мен шын керек өзім осы жерде отырып бәріңізден суырып алын деп айта алмаймын, бірақ жеке өзім басым пікірін айтайын. Осы бәріміздің туған туысқандарымыз бар.
сотуғандардың арасында мемлекеттік қызметкерлеріміз де бар. Егер сол мемлекеттік қызметкерлер өзінің кішкентай айлығына 2-3 қабаттық үй сатып, Мейбах сияқты мықты машина көліктер сатып алса, меніңше сол жер коррупция бар деп күдіктенемін. Міне сол жерде өзіміздің арамызда сондай қылмысқа туысқандарымызды жібермесек, соның өзі кейін ұлттық деңгейге көтере ме деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздерге айтайын, ядролық физика институтында шыны керек бұл коррупция жөнінде бірде-бір мәселе жоқ. Қазір оған ашық айта аламын өзім басшы ретінде. Қазір біздің Қазақстан Республикасының жаңа премьер-министр айтты ғой, Қазақстанда өндіретін барлық өнімді шетелден сатып алмаңдар деп. Міне осы жайында жаңағы мұнай, газ саласындағы барлық компанияларға біз жаңа радио көздерін источниктер шығарамыз деп айттық қой. Соларды тек қана бізден сатып алу, соның қандай керектігін үлкен мәселе жүргізіп жатырмыз. Осыдан бастап ала жатса, болашақта біз ядролық физика мамандары, мысалы жылдан жылға мен айтайын 22-ден 23-24 жылдары қазір 55 адамға артты. Енді қазір жаңа өндірістің санын ашатын болсақ, одан сайын қазір мынау жаман аурудың алдын алу үшін біз фтор дезоксиглюкоза деген өнім шығарамыз. Соны кеше Шымкент қаласының орынбасарымен, әкімнің орынбасарымен кездестім. Кеше облыстың әкімнің орынбасарымен кездестім. Денсаулық сақтау жөнінде үлкен мәселелер ашығын айтып, жақсы 2,5 сағаттай әңгіме жүргіздік. 10 мамырда біздің мамандар келіп, осы Түркістанға экономикасына әсер ететін, тек қана мақала шығарып қана емес, экономикасына әсер ететін сондай технологияларды жасаймыз деген ойымыз бар. Мәселен, біреуін айтып кетейін. Мына кәріз суы. Түркістан үшін, әсіресе өзіміздің өңір үшін, ол су деген тапшылығы сұрақ ашық тұр. Кәріз су не істеп жатса, бір жерде жиналып жатыр. Оны жиналмай қойық, соны радиацияны пайдаланып, тіпті көп энергия жасақ, оны қайттан ішетін суға айналдыруға болады. Бірақ оған тым көп энергия кетеді. Сондықтан ауыл шаруашылығын жұмсайтындай қылып, сондай технологияны алып келейік деп, соны алла жатса 10 мамырда осы жерге келіп талқылауға өзім ғалымдармен келейін деп отырмын. Соған мынау Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті осы іс-шараны өткізетін болды. 10 мамыр, егер естеріңізде сақтасаңыздар, келіңіздер, сол жер ашық сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Біз қай сала болсын жауап беруге дайынбыз. Бірақ шыны керек бізде өздеріңіз сияқты Алланың берген жанымыз бар. Сонымен Қазақстанды өркендетсек, коррупциядан арылсақ па деген ойымыз бар. Айта кетейік, АЭС құрылыс жұмыстары басталған уақытта 8.000 жұмысшы жұмысқа тартылмақ, ал АЭС іске қосылғанда 2.000 адам қызмет жасайды. 60 жылға пайдалануға жететін қуаты бар станция таза электр энергиясының көзі. КСРО ыдырағалы Қазақстанда мұндай ауқымды жоба жүзеге асырылмаған. Қазақстан көрші мемлекеттермен энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарын жақсарту керек. Ол үшін АЭС-ті айналып өте алмаймыз. Елімізге бір немесе бірнеше атом электр станциясы қажет деп тарқасты жиынға жиналғандар.